Сауат ашу 490-17 сабағымызды бастайық. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы ұлттық тағамдар, мәтін. Бұл сабақта сен мәтіннің кім не туралы екенін анықтайсың, мәтін мазмұнын тақырыбы мен иллюстрациясы бойынша болжайсың. Балалар, біз өткенші сабақта мәтін туралы білгенбіз. Мәтін дегеніміз не? Мәтін белгілі бір тақырып аясында жазылған бірнеше сөйлемдер жиынтығы. Мәтіндегі сөйлемдер бір-бірімен байланысады. Мәтін негізгі ойға құралады. Мәтінге ат қоюға болады. Мәтіннің тақырыбын анықта. Мәтінді тыңдайық. Әр халықтың ұлттық тағамдары болады. Қазақ халқының ұлттық тағамдары алуан түрлі. Қазақтың дастарханында тағамның негізгі 3 түрі болады. Олар ет тағамдары, сүт тағамдары және ұн тағамдары. Ет тағамдарына ет, қуырдақ, қазғарта, жалжая жатады. Сүт тағамдары ірімшік, құрт, сары май, қаймақ, айран. Ұннан жасалатын тағамдар бауырсақ, шелпек, табанан. Ет, сүт, ұн тағамдары адам ағзасына керекті дәрумендерге өте бай. Балалар, мәтінде не туралы айтылған? Дұрыс айтасыңдар балалар, мәтінде қазақтың ұлттық тағамдары туралы айтылған. Ендеше, мәтінге қандай тақырып қоюға болады? Дұрыс айтасыңдар, қазақтың ұлттық тағамдары немесе ұлттық тағамдар деп қойсақ болады екен. Жарайсыңдар балалар. Енді балалар, бүгін біз тағы да қазақтың ұлттық тағамына жататын шұбат туралы білеміз. Бірінші жаттығу, мәтінді түсініп оқы. Шұбат. Сен шұбат ішіп көрдің бе? Шұбатты қалай әзірлейтінін білесің бе? Шұбатты түйе сүтінен ашытып жасайды. Халқымыз шұбат жанға қуат деп бекер айтпаған. Өйткені шұбат шипалы сусын. Шұбат ішсеңдер, денсаулықтарың мықты болады. Сұрақтарға жауап берейік. Мәтін не туралы? Шұбатты неден жасайды? Шұбаттың қандай пайдасы бар? Саған шұбат ұнай ма? Екінші жаттығу, жаңылтпашты жатқа жаз. Түйе маған шұбат берді, шұбат маған қуат берді. Үшінші жаттығу, ребусты шеш, шешуіндегі сөзді қатыстырып, 2-3 сөйлем құра. Төртінші жаттығу, сурет бойынша әңгіме құраңдар. Жарайсыңдар балалар, енді жұмыс дәптеріміздің 17 сабағындағы 2-ші жаттығуды және шығармашылық тапсырманы орындайық. Іске сәт балалар.